Сайын Шапағатов мектеп-гимназиясы 7 Б сынып оқушылары. Қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Усбалиева Балым Маралбекқызы. Сабағымыздың тақырыбы отан, отандастық. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға отанның, соғыстың, жеңістің мағыналарын ашып түсіндіру. Қол жеткізетін мақсат барлық оқушы аталған тапсырмалар бойынша өз беттерінше жұмыс жасай алады. Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Сабағымызды бастағалы отырғандықтан назарларыңызды аударуларыңызды сұраймын. Балалар, бүгінгі сабақта отанның, ұлы отанның және жеңістің мағыналарын ашамыз. Отан, яғни сенің туған өлкең, туған жерің, елің, ауылың, қашанда әр адам баласы үшін отан сөзі ыстық естілер анық. Туған жерсіз, елсіз ешқандай адам бақытты бола алмайды. Балалар, сендер бұл тақырыпта сонау бастауыштан бері өтіп келесіңдер. Яғни әр адам өз елінің патриоты болу керек. Туған жерін, елін сүюі қажет. Сонда ғана ол елінің ертеңгі қорғаны, қамқоршысы бола алады. Ал енді балалар, сендерге суық естілері анық, бірақ артына көп ыстық естеліктер қалдырған. Аяғы жеңіспен аяқталған сұрапыл соғысты айтқалы отырмын. Ұлы отан соғысы 1941 жылы басталып, 1945 жылы аяқталған. Ұлы отан соғысы деген тарихта өшпестей із қалдырған. Міне балалар, бұл соғыс ешқандай халыққа жеңілдігін тиген жоқ. Кеңес одағындағы басқа халықтар сияқты қазақ халқы да қолдарына пулемет алып, неміс фашист басқыншылармен қарсы аяусыз күресті. Осы ер азаматтарымыздың қатарында біздің қазақ қыздары да болды. Олар соңғы демдері қалғанша беріспей күресті балалар. Қазақтың қыздары намысшыл, аршыл, қайратты екендіктерін бүткіл төрткіл әлемге паш етті. Міне осы аға апаларымыздың арқасында, яғни ел үшін, жер үшін күрескен арқасында қазіргі таңда тәуелсіз ел болып, көк туымыз желбіреп, әнұранымыз ойнаған, көгімізде елтаңбамыздың символы болған, қыран құсымыз қалықтаған егеменді еліміз балалар. Олай болса, бүгінгі сабақ барлықтарыңызға түсінікті деп ойлаймын. Менің ақпаратыма қосымша ақпараттар жинақтап оқисыздар деген ойдамын. Ал енді балалар, қазіргі тапсырма 151 беттегі 4 тапсырма. Ал үй тапсырмасы 152 беттегі 6 тапсырма балалар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Аман жүрейік.